Құрметті достар, Қазақстанның аймақтарымен таныстыруды жалғастыра отырып, сіздердің назарларыңызға Батыс Қазақстан облысы жайлы ақпарат ұсынатын боламыз. Батыс Қазақстан облысы 90-нан астам ұлт өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешкен жерұйық мекен. Батыс Қазақстан Қазақстанның батысындағы 4 облысынан тұратын экономикалық аймақ. Ішіне Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары кіреді. Республика ішінде солтүстік шығысында Қостанаймен, шығыстан Қарағанды, ал оңтүстік шығыстан Қызылорда облысымен шектесіп жатыр. Бай табиғи ресурстар, қолайлы географиялық мекен, Ресей қалалары мен өзге мемлекеттер арасындағы дамыған экономикалық байланыстар, сыртқы экономикалық ынтымақтастықтың дамуына көмегін тигізеді. Батыс Қазақстанда Жайық пен Ембі өзендері ағып өтеді. Аумақтағы ең ірі көлдер Индер, Арал-Сор, Қамыс-Самар. Аумақтың оңтүстік батысында Каспий теңізі орналасқан. Мұнай газының қоры көп болғаны регионның экономикасында үлкен рөл ойнайды. 2000 жыл бойы Ұлы Жібек жолы бүкіл Маңғыстау аймағынан өткен. Қазіргі таңда бұл жол туристердің қызығушылығын туғызуда. Әдемі табиғат көріністері мен үстірт қорығының әртүрлі жануарлары, Маңғыстау жеріндегі көптеген ерекше тарихи және мәдени ескерткіштер туристердің айрықша қызығушылығын туғызатыны сөзсіз. Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жеңіл өнеркәсіп біршама жақсы дамыған. Негізгі кәсіпорындарына тігін және былғары аяқ киім өнеркәсібі, Орал киіз байпақ және тері фабрикасы жатады. Басқа экономикалық аудандарға қарағанда Батыс Қазақстан республикамыздағы көліктің барлық түрін теміржол, құбыр, автомобиль, өзен, теңіз және әуе жолдары пайдаланатын орталық аймақ.